2024 жылдың мамыр айында Қазақстанда қанша көлік сатылды және топ 10-да қандай көліктер бар? Біздің нарықта қазір жағдай түсініксіз болып жатыр. Біріншіден, ол қытайлық көліктер қаптап кіріп жатыр және оған бешеный скидкалар болып жатыр. Ал екінші нарықтағы, яғни бэушный көліктердің бағасы никак түспей жатыр, ешқандай өзгеріс жоқ. Енді осы нарықта адамдар қазір қандай көлік және қандай бағдарламамен алсақ дұрыс деген сияқты милар қатып проблема болып жүргендері рас. Енді топ 1 және статистикаға көшетін болсақ, бізде топ 1, бізде легендарный Кобальт. Барлығы жамандап, ойынша емес, сапасы нашар деп айтып алып, барлығы Кобальтты әлі де алып жатыр. Сатылымы жағынан бірінші орында тұр Қазақстанда мамыр айында. Ал екінші орында бізде Hyundai Tucson көлігі. Hyundai Tucson көлігі Кобальттан 27 данасы ғана аз сатылған, бірақ Кобальттан почти 2 есе қымбат. И бұл Hyundai компаниясы үшін жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. 27 данаға ғана аз сатылған. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Ал бізде үшінші орында Kia Sportage көлігі. Kia Sportage көлігі 900 данасы сатылған мамыр айында ғана. Ал оның қат сатылуына мен ойлаймын, Kia компаниясында жасалып жатқан күшті скидкалар болып жатыр. Наличка барсаңыз, сіз 11-12 миллионға су жаңа Kia Sportage'ді ала аласыз. Одан кейін Jack J7, Haval M6, Chery Tiggo 2, Kia Sorento, Chang'an Alswing, Hyundai Elantra және Hyundai Santa Fe. Бірінші орында қай компанияның қандай моделін көргілеріңіз келеді? Комментарийге өз пікірлерін жаза кетіңіздер. Бізде тек қана актуалды жаңалықтар.